Қазақстан футбол тарихына енген клуб. Шахтер. Алғаш болып Еврокубоктың топтық кезеңінде ойнаған клуб. Шахтер. Ал биыл Шахтер КПЛ-дан да ұшып кетуі мүмкін. 2013 жылы Кумыков кезінде Қазақстанды ғана емес бүкіл Еуропаны шулатқан кеншілердің футболшылары қазір не істеп жүр? Тағдырлары не болды? Қай жерде жүргенін білгіңіз келсе, осы видеоны соңына дейін қараңыз. Достар, біздің арнаның дамуына өз үлестеріңізді қосыңыз. Жаңа шығарылымды қарамас бұрын міндетті түрде тіркеліңіз. Лайк басып комментарий жазыңыз. Қазақ футболын бірге дамытайық. 2012 жылы ел чемпион атанған қарағандылық Шахтер маусымда Қазақстан суперкубогын ұтып сәтті бастады. Чемпиондар лигасында іріктеудің плей-офф сатысына өтіп, бүкіл жұртты таңғалдырған Қарағанды жігіттері Селтикке ұтылып, Қазақстан УЕФА-ға өткеннен кейін алғаш рет Еуропа лигасының негізгі топтық кезеңіне жолдама алды. Бұл үлкен сенсация еді. Бұл қазақ фанаттар үшін керемет сый болды. Л тобына түскен Шахтер, Нидерландылық Азе, Грекияның ПАОК пен Израиль елінің мықтысы Хайфа Маккаби клубымен терезесі тең ойнап, топта соңғы 4-ші орын алғаны бар. Десек те, сол Шахтер мәңгі жанкүйерлер жадында қалғаны хақ. Александр Мокин. Шахтердің негізгі қақпашысы 2016 жылы Астана сапына ауысып, сол кездегі мықты голкипер Ненад Эричтің көлеңкесінде қалып қойды. Қосалқы құрамда отырса да 4 мәрте чемпион атанып үлгерген Мокин 2020 жылы Бабаянмен бірге Тобылға ауысады. Тобылдың негізгі қақпашысы Игорь Шацкий қосалқы құрамға отырып қалады. Аса ешкім танымайтын Қазақстанның болашақ голкипері бәсекеден ұтылып қақпаны күзетуді Александрға табыстады. Мокин Қостанайлық клубпен өзінің 8-ші чемпиондығын ұтып алып, тіпті ұлттық құрама сапында соңғы ойында Килиан Мбаппенің пенальтиінде қайтарып үлгереді. 2022 жылы Александр Ордабасыға қарсы ойында ауыр жарақат алып, 2 жылдан кейін бірақ алаңға оралады. Қазір болса Александр Мокин ақтаулық Каспий сапында 1-ші лига алаңдарында доп теуіп жүр. Александр Симчевич. Виктор Кумыков Ордабасының бас бапкері атанғаннан кейін өзі жақсы танитын қорғаушыны Шымкентке ала барады. 3 жыл ішінде ештеңе ұтпаған сербиялық батыс аймаққа бет бұрады. Небәрі 1 жыл ішінде Симчевич Ақтөбе жанкүйерлерінің сүйікті футболшысына айналып, тіпті капитан атанып жүргенде қаржының азаюына байланысты қайта оңтүстік жаққа қарайлайды. Бірнеше жыл Таразбен Ордабасыда футбол ойнаған Александр Сербияға қайтып бірнеше клубта өнер көрсетті. Қазақстанда автогол көп салуды жақсы көрген Симчевич қазір 1-ші лигадағы Искра футбол клубында мансабын аяқтауға жақын. Сергей Малый. Шахтерден кейін Сергей Малый Ордабасымен Ертіс клубында өнер көрсетті. Алайда нағыз жетістіктер Украинада туылған орталық қорғаушыға Астана футбол клубына ауысқан кезде келді. Елордалық клубпен Малый 3 рет чемпион атанды. Содан кейін 1-ші орынды Тобылмен де, былтыр Ордабасымен де тойлатады. Айтпақшы, Малый қазір шымкенттіктердің құрамында негізгі қорғаушы. Қазақстан сапында 67 ойын ойнап үлгерген Малый Самат Смахов орнатқан рекордты жаңартала ма? Семей тумасы Елімай бапкері кезінде ұлттық құрама сапында 76 рет жасыл алаңға шыққанында атап өтейік. Никола Василевич. Боснялық қорғаушы сол құраманың үздік ойыншысы болғаны 100%. 199 сантиметр бойы бар алып қорғаушы әуедегі доптарды керемет қайтаратын және төмендегі доптарды да тамаша бақылайтын. Шахтерден кейін Васильевич отанына қайтып, Дрина командасымен келісім шарт жасасады. Зворнике қаласында 37 жасқа дейін футбол ойнап, мансабын аяқтайды. Қазір Никола Боснияда балаларды жаттықтырады. Болашақта Васильевич Қазақстанға келіп бапкер болса да таң қалмаймыз. Алдин Джидич. Шахтер құрамындағы 2-ші алып боснялық футболшы Алдин Джидич Қазақстан аумағында тек қарағандылық клубтың намысын қорғаймын деп, көптеген алып командалардың ұсынысын қабылдамай, мансабын бастаған Челик командасына қайта ауысады. Алайда Зеница қаласында тек 7 матч ойнаған Алдин кенеттен 33 жасында бутсыйын шеге келеді. 1 жылдан соң Джидич Челик клубының аға жаттықтырушысы атанып,
Кейін екінші лигадағы Горазде командасының бас бапкері атанады. Қазақстанда облыс әкімдері клубты басқарып тұрғанда мен Қарағандыға оралмаймын деген босниялық Жидиш біздің шенеуніктерге қатты ренжулі. Сол себепті бұл маманның біздің елге келуі екталай. Андрей Парываев. Қапталда ойқастаған белорусиялық Андрей Парываев Қазақстанда лимит ережелері қайта өзгергеннен кейін еліне қайтуға мәжбүр болды. 2016 жылы Парываев Ислоч командасына қосылып, жарты жылдан кейін Андрейді қазіргі Атыраудың бас бапкері Виталий Жуковский клубтан қуып жібереді. Себебі де өте қызық. Парываев және тағы 5 ойыншыға договорной ойынға қатысы бар деген айып тағылды. 2018 жылы сол факт дәлелденіп, Парываевты Белоруссияда футболдан мәңгіге шеттетеді. Қазір экс-шахтер қорғаушысы әуесқойлар лигасында доп теуіп, нәпақасын тауып жүр. Рохер Каньяс. Аңыз адам. Рохер Каньяс. Шахтерден кейін Украина чемпионатындағы Металлург Донецк клубына қаралымға барған кезде Рохер медициналық тексеріс қорытындысы бойынша бір бүйрегі ғана бар екен анықталды. Украинаның командасы бірден колумбиялық ойыншыдан бас тартып, Рохер Қарағандыға қайтады. Біздің чемпионатты бір почкасымен айырып жүрген Каньяс Астана сапына ауысып, чемпион атанады. Чемпиондар лигасының топтық кезеңінде мықтылығын дәлелдейді. Еуропа лигасында Астананың капитаны болады. Кипрға жалға аттанып, сол жерде АПЛ-мен де чемпион атанып үлгереді. Ордабасы, Шахтер Солигорск, Ертіс, чилилік Бараначея командасында мансабын жалғастырған Хуан Квадрадоның жан жолдасы мансабын сол қарағандылық Шахтерде аяқтайтын сияқты. Қазір Рохер кеншілердің капитаны өз тарихында ешқашан КПЛ-ден ұшпаған Шахтерге Каньяс биыл көмектесе ала ма? Гадиминас Вичус. Вичустың ауттан лақтырған доптары Шахтердің басқару болып еді. Ал сіздер білесіздер ме? Гадиминастың әкесі КСРО-ның баскетбол командасында ойнаған. Бәлкім содан литвалық футболшы ауттарды керемет лақтырады. Бұл ауттар Шахтердің визитный карточкасына айналды. Қарағанды командасы тараған кезде Вичус жетісу сапына ауысты. Алайда небәрі бірнеше матч өткізіп, литвалық Панерис командасына ауысады. Ол жақта да жолы болмай өзінің мансабын аяқтап, кәсіпкерлікке көшті. Бастысы сол бизнесте ешкімді лақтырмаса болғаны. Геворг Казарян. Украиналық Металлургтен жалға келген Геворг Казарян Шахтерден кейін грекиялық Олимпиакос ойыншысы атанады. Армения құрамасында 78 ойын өткізіп 14 гол салған ерекше техникасымен көзге түскен футболшы көп уақыт өзіне тұрақты клуб таба алмай әлек болды. Керкиру, Ламия, португалиялық Маритиму мен Шавеш, армениялық Пюник пен Арарат клубтарында доп теуіп, армениялық 35 жасында мансабын аяқтады. Қазір Казарян бапкерлік мансапты бастауға дайын. Жақын арада Геворг қазақстандық жанкүйерлерге жақсы таныс. Вардан Минасянның көмекшісі ретінде Арарат Арменияның бапкерлік штабына кіруі мүмкін. Сергей Хижниченко. Қазақстанның сол уақыттағы ең талантты футболшысы Шахтердің фурорынан кейін батыс клубтарының назарына ілікті. Хижниченко польшалық Корона клубын таңдады. Алайда басқа да қазақстандық футболшылар сияқты Сергей өзге елде өзінің мықтылығын дәлелдей алмай, үйіне ұлтан болу үшін қайтты. Ақтөбе мен Тобылда 20 гол соғып, қайта шетелге кетуді мақсат қойып, Шахтер атауы ыстық деп, белорустық кеншілердің сапына ауысады. Бітті, Хижа ол жақта жаралмады. Ойын деңгейі кенет түсіп кеткен бір кездегі бас талант Астана сапында чемпион атанғанымен өзінің потенциалын пайдалана алмай, қазір туған клубы Алтай сапында бірінші лиганың жұлдызы болып жүр. Мақсат Байжанов. Байжанов қай жерде жүрсе де капитан атанып жүретін лидер футболшы. Шахтерден кейін Атырауға атпасын бұрған Мақсат бірден клубтың үздік ойыншысы атанып, команданың үздік сұрмергенінде болып үлгерді. Қайсар КПЛ-ға оралғаннан кейін ол жақта да капитан атанды. Ел біріншілігінде 400 ойын өткізіп, Серік Желетбаев атындағы жүлдені иеленді. Қызылорда қаласында өз мансабын аяқтаған Байжанов қазір Қайсар клубының спорттық директоры. Мақсат Дүйсенбекұлы деп атанып жүрген футболшы бағын ашқан Виктор Кумыковты қызылордалық клубтың бас бапкері етіп, Шахтер сияқты Қайсардан да мықты клуб шығарғысы келеді.
Андрей Финонченко, Райан Гиггс, Франческо Тотти, Карлес Пуйол мен Пауло Мальдини сияқты Андрей Финонченко бір ғана клубта ойнаған футболшы. 2001 жылдан бастап 16 маусым кеншілер сапында доп тепкен Андрей туған клубымен 2 рет чемпион атанды. Үздік футболшы, үздік бомбардир болған 14-ші нөмірдегі шабуылшы 2017 жылы бірден бапкерлік мансабын бастайды. 2019 жылы спорт директоры, 2021 жылы Магомед Адиевтің көмекшісі, 2023 жылы QJ лигасында жастарды баптап, қазір Қарағандылық Шахтердің бас бапкері Финонченконың басты мақсаты кеншілердің КПЛ-де орнын сақтап қалу.